Жаттықтырушылар буымы бірнеше ірі команда бірден бапкерлерін қызметінен босатты. Суперлига жүзеге аспай қалған ертегі ғана болып қалды. Тоттенхэмнің жаңа бапкері барлық жанкүйерді таңғалдыруы мүмкін. Флорентино Перес бір нәрсені жоспарлап жүр. Реал Мадрид Барселонаның басты жұлдыздарының бірін сатып алмақ. Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі шығарылымда. Қайырлы күн. Достар, сіздермен бірге Аңыз доп арнасы. Міндетті түрде лайк басып, қоңыраушаны қосып, арнаға жазылыңыздар. Жазылып қойдыңыздар ма? Онда бастайық. Ноттингем Форест Шон Дайчты қызметінен босатты. Футбол клубы ресми түрде оның бас бапкерлік қызметтен кеткенін растады. Біз Шонға және оның жаттықтырушылар штабына клубтағы еңбегі үшін алғыс айтып, алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Қазіргі уақытта қосымша пікір берілмейді делінген клубтың ресми сайтындағы мәлімдемеде. Айта кетерлігі, бұл осы маусымда орманшыларды басқарған үшінші бапкер. Бұған дейін клуб Нуну Эшпириту Санту және Ангелос Постекоглумен ынтымақтастықты тоқтатқан болатын. Енді олардың қатарына Шон Дайч та қосылды. Соңғы 3 матчта Дайч 1-1 жеңіске жете алмады. Кристал Пэласпен тең ойын, Атлетстен жеңіліс және Вулверхэмптонмен тең нәтиже. Осындай көрсеткіштер оның қызметтен кетуіне себеп болды. Өткен маусымда Форест жаман ойнаған жоқ, ал биыл жағдай мүлде қиындап кетті. Чемпионаттағы 17 орын. Жұмыстан кеткен 3 бас бапкер ал маусымның әлі 3-1 алды. Тағы да өзгеріс болуы мүмкін. Шынын айтқанда, осындай жаттықтырушылар дауылынан кейін бұл клубты басқаруға кім келісетінін елестету қиын. Ешкім кінәлі болып қалғысы келмейді. Өйткені маусымды команда қай бапкермен аяқтаса, жауапкершілік соған жүктеледі. Әрине, бұл толық әділ емес, бірақ футболда жиі кезетін жағдай. Қалай болғанда да, жаңа бапкер келсе де, егер Ноттингем чемпионшипке түсіп қалса, оның кінәсін тек жартылай ғана деп бағалауға болады. Бұл видеоны жазу кезінде жаңа жаттықтырушының есімі әлі жарияланған жоқ. Клуб басшылығы таңдауға барынша мұқият қарауы тиіс. Маусым шешуші кезеңге жақындап қалды, ал Премьер-лигада қалуды көздесе, ізденіске аса жауапкершілікпен қарау керек. Дегенмен мұндай қиын сынақтан қорықпайтын лайықты маман табу оңай болмайды. Бапкерін қызметтен босатқан тек Ноттингем Форест емес, Тоттенхэм де осындай шешім қабылдады. Шпорлар Томас Франкпен қоштасты. Бұл оқиғаға байланысты қызықты жағдайлар да бар, бірақ бәрін ретімен айтсақ, клуб ерлер командасының бас бапкерін ауыстыру туралы шешім қабылдады. Бүгін Томас Франк қызметінен кетеді. Ол 2025 жылдың маусымында тағайындалған еді, және клуб оған уақытпен қолдау беруге ниетті болған. Алайда нәтижелер директорлар кеңесін маусымның осы кезеңінде бапкерді ауыстыру қажет деген қорытындыға келді. Клубтағы жұмысы барысында Томас бар күшін салып, клубтың дамуына адал еңбек етті. Біз оған қосқан үлесі үшін алғыс айтып, болашақта табыс тілейміз делінген ресми мәлімдемеде. Естеріңізде болса, кезінде Пеп Гвардиола Томасты Тоттенхэмге келгенде қатты мақтап, оны жаңа супер жаттықтырушы ретінде сипаттаған еді. Бірақ іс жүзінде бәрі басқаша болды. Қазіргі таңда Тоттенхэмнің Англия Премьер-лигасындағы жеңіссіз сериясы 8 матчқа жетті. Команда турнир кестесінде 16 орында тұр. Команда бар болғаны 29 ұпай жинаған. Дегенмен шпорлардың чемпиондар лигасындағы жағдайына көз жүгіртсек, ол жақта бәрі жаман емес. 4-ші орын алып, тікелей 1-8 финалға жолдама алды. Ұқсас жағдай кезінде Ангелос Постекоглу қызметінен кеткенде де болған. Ол командамен бірге Еуропа лигасын жеңіп, чемпиондар лигасына жолдама алған еді. Бірақ ұлттық чемпионаттағы сәтсіздік үшін бәрібір қызметінен босатылды. Томас Франктың жағдайы да соған ұқсас. Оған чемпиондар лигасының плей-оффы кезеңінде өзін көрсетуге мүмкіндік берілмеді. Англия Премьер-лигасындағы көңіл көншітпейтін нәтижелер оның Еурокубоктардағы жетістіктерінен басым түсті. Қазір басшылықтың дәл осы сәтте мұндай шешім қабылдауының бірнеше себебі айтылып жүр. Бірінші нұсқаға сенсек, The Athletic басылымының мәліметінше, көптеген ойыншыларға оның шектеулі ойын стилі ұнамаған. Киім ауыстыратын бөлмеде Франк ауқымы шағын клубтарға лайық маман деген пікір қалыптасқан. Яғни бастапқыдан-ақ Тоттенхэм оған ауыр жүк болған деген ой бар. Сондай-ақ кейбір футболшылар Ангелос Постекоглу мінсіз бапкер болмаса да, команда оны құрметтегенін және сөзін тыңдағанын айтқан. Ойыншылар ол үшін бар күшін салуға дайын еді.
сондықтан басшылықтың оны қызметтен босатуы көпшіліктің көңілін түсірді. Осы көңіл күй кейін Томас Франкқа деген ерекше, салқын қарым-қатынасқа ұласқан. Оны тез арада тыңдамай, сөзін елемей бастаған тағы бір нұсқа бар. Кей деректерге сүйенсек, Франктың Арсеналға тым әуестігі де себептердің бірі болған. Ол бұл клубты ойыншыларына үнемі үлгі етіп көрсетіп отырған. Бұл кейбір футболшылардың шамына тиген. Матч алдында да, одан кейін де Арсеналдың мықтылығын талқылай берген. Кей ойыншылар тіпті жетер енді осы Арсеналмен деп шаршағандарын айтқан. Бұл туралы The Telegraph дереккөзі хабарлайды. Қызығы, Франк Микель Артетаға қарсы ойын қарсаңында қызметінен босатылды. Мүмкін, мұнда белгілі бір символика да бар шығар. Арсеналды жақсы көрсең, әрі қарай да жақсы көре бер деген ишара секілді. Ал оның орнына кім келетіні туралы түрлі ақпарат тарауда. Кейбір дереккөздер шпорлардың Маурисио Почеттиноны қайтарғысы келетінін жазады. Өздеріңіз білетіндей, ол алдағы әлем чемпионатында ақш құрамасын басқарады. Үлкен ықтималдықпен жазда ол қызметінен кетіп, турнир аяқталған соң Тоттенхемге қайта оралуы мүмкін. Ұқсас жағдай қазір Манчестер Юнайтедте де байқалады. Жаңалықтарға сенсек, олар Томас Тухельдің Англия құрамасынан кетуін күтіп отыр. Бұл туралы біз алдыңғы видеода егжей-тегжейлі айтқан болатынбыз. Мадридтің Реалы Барселонаның ізімен жүріп, УЕФА-мен келісімге келуге дайын екенін және Суперлига жобасынан шығатынын жариялады. УЕФА, еуропалық клубтар және Мадридтік клуб еуропалық клубтық футболдың игілігі үшін келісімге келгенін мәлімдеді. Бірнеше айға созылған талқылаулардан кейін УЕФА, еуропалық клубтар қауымдастығы және Реал Мадрид спорттық қағидаларды сақтай отырып, клубтардың ұзақ мерзімді тұрақтылығына және технология арқылы жанкүйер тәжірибесін жақсартуға бағытталған принциптер бойынша келісімге келгенін хабарлады. Бұл келісім осы принциптер жүзеге асқаннан кейін Суперлигаға қатысты құқықтық дауларды шешуге де негіз болады делінген. Сливочниктердің мәлімдемесінде, осылайша Суперлига жобасына қатысуға дайын командалар саны 0-ге тең болды. Сондықтан оны жүзеге аспай қалған жоба деп айтуға болады. Дегенмен бұл тақырыпты түбегейлі жабуға әлі ерте. Футболда бәрі тез өзгеретіні белгілі. Қазіргі жағдайы аса көңіл көншітпейді, бірақ болашақта не болары белгісіз. Бұл мәлімдемеден кейін Лига президенті Хавьер Тебаста үнсіз қалмады. Ол осы уақыт бойы Флорентино Переспен бұл мәселе бойынша қарсы пікірде болған. Тебастың айтуынша 90 күн бұрын Перес УЕФА-мен келісімге келуді капитуляцияға теңеген еді. Ал қазір оның ойынша бақ арқылы баяндауды өзгертіп, бұрынғы сөздерінен бас тартуды стратегиялық жеңіс ретінде көрсету әрекеті жүріп жатыр. Мәселе өзгерісте емес, мәселе өзгеріс болғанын мойындамауда. Нағыз көшбасшы бұрын айтқан сөзін қайта жазбайды деп жазды Тебас, яғни ол Пересті бұл жобадан шығу жеңіліс екенін мойындауға мәжбүрлеуді көздейді. Бірақ тағы да қайталайық, Суперлига қазір жоқ сияқты көрінгенімен бәрі өзгеріп кетуі мүмкін. Командаларда футболшылар сияқты қайта жандануы немесе мүлде жаңа турнир пайда болуы ықтимал. Қысқасы, уақыт көрсетеді. Ал бапкерлердің жұмыстан кетуі туралы жаңалықтарға қосымша ретінде Марсельдегі Роберто де Зербидің отставкасында айта кетейік. Біздің арнаны тұрақты қарайтындар үшін бұл тосын жаңалық емес. Бұған дейін италиялық маманның кетуі жайлы ақпарат бақта шыққан еді. Алғашында клуб басшылығы оны жоққа шығарғанымен де, Зербидің сөздерінен оның командада ұзақ қалмайтыны байқалған. Бұл маусым соңында туындаған қиындықтарды еңсеру мақсатында клуб мүддесі үшін қабылданған ұжымдық шешім делінген клуб мәлімдемесінде. Бұған дейін баспасөзде кету бастамасы клубтан емес те Зербидің өзінен шыққаны жазылған. Оны уақытша қалуға көндіргенімен, бұл ұзаққа созылмады. Айтпақшы, сіздер қалай ойлайсыздар де, Зерби Тоттенхемнің жаңа бапкері болалы. Форестке баруы екіталай, ал шпорларға неге келмеске? Мүмкін, ол команда үшін жақсы таңдау болар еді. Ол команда құруды жақсы біледі, ойыншылардың мықты қырларын ашуда да тәжірибесі жеткілікті. Англия премьер-лигасында жинаған тәжірибесі де мол, сондықтан бейімделу секілді мәселелер туындамайды. Ең бастысы, Почеттино сияқты емес. Ол дәл қазір бос. Егер жақсы қол қою бонусы ұсынылса, маусымның осы кезеңінде Тоттенхемді қабылдауға келісуі де мүмкін. Әрине, келесі маусымға Еурокубоктарға жолдама алу оңай болмайды. Клубтың қазіргі жағдайы қиын.
Бірақ келесі жылы толықтай апыл матчтарына көңіл бөлуге мүмкіндік бар, ал биыл команда плей-офф кезеңіне тікелей жолдама алған Чемпиондар лигасында өзін көрсетуге тырыса алады. Іріктеу ойындарынсыз-ақ өткен еді. Ал сіздер арнаға жазылып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыздар. Сонда футбол әлеміндегі барлық жаңалықтан хабардар болып отырасыздар. Сіздер осыны істеп жатқанда, біз шығарылымды жалғастырайық, енді бір фантастикаға ұқсайтын жаңалыққа көшейік, бірақ футболда бәрі мүмкін екенін білеміз ғой. Флорентино Перес трансфер нарығында тағы да патшадай ойнамақ деген әңгімелер көбейіп келеді. Бұл жолы ол Барселонадан Педриді алмақ деген сыбыс бар. Бұған дейін бақта бұл туралы жазылғанымен аса мән бермеген едік, бәрі тым күмәнді көрінген. Алайда бұл әңгіме бәсеңдемей, керісінше күшейіп келеді. Мәселенің мәні мынада. Реал Мадрид испан жартылай қорғаушысын өзіне тартқысы келеді. Бұл бір жағынан Фигудің Барселонадан корольдік клубқа өткен кездегі даулы трансферін қайталауға ұқсайды. Қысқасы, Перес тағы бір үлкен шу жасағысы келетін сияқты. Реал Суперлига жобасынан шықты, енді жаңа тақырып керек. Неге ол тақырып Педри болмасын? Тибастың сөзінше, Перес Суперлигадағы сәтсіздігін мойындауы тиіс еді, сондықтан бұл трансфер тек құрамды күшейту емес, сонымен қатар беделін қайта нығайту әрекеті де болуы басты тұлға екенін бір көрсеткені. Басты қарсыластың жұлдыз ойыншысын сатып алу Барселона беделіне соққы, Перес үшін үлкен имидждік жеңіс болар еді. Әрине, мұның бәрі әзірге шындыққа жанаса қоймайтындай көрінеді, бірақ футбол бізге бәрі мүмкін екенін талай дәлелдеді. Месси, ПСЖ-де, Роналду, Сауд Арабиясында Фигудің трансфері бәрі соның мысалы. Педридің өзі бұл жағдайға пікір білдірген жоқ. Оның үстіне Барселонамен жаңа келісімшарт талқыланып жатыр. Ал үнсіздік кейде ойыншының бағасын арттыра түседі. Пікірге жазыңыздар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Педридің Реал Мадридке ауысуы қаншалықты мүмкін? Флорентино Перестің бұл келісімді жүзеге асыруға күші жете ме? Ойларыңызбен бөлісіңіздер.